Армысыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Ол кезде кішкентай едім. Жасым небәрі 4-5 шамасында. Үй ішіндегі абыр-сабыр адамдардың күбір-сыбыр әңгімесі, анамның жылауы бәрі бір түсініксіз көрінетін маған. Бірақ бір нәрсе анық есімде. Анамның жылап жатқаны. Сосын мені туыс әйел көтеріп алып, біздің үйге барамыз, Қамушпен ойнайсың, жарай ма деп жымиғаны. Қамуш сол үйдегі кішкентай ит, үнемі менің артымнан қалмай еріп жүретін. Сол күні Қамушпен шынымен ойнадым, бірақ мен үшін бұл ойын емес, беймәлім тыныштық еді. Сол үйде 2 күн болдым. Келесі күні оралдым. Үйдің іші тып-тыныш, тек анамның көздері ісіп кеткен. Маған қарағанда күлмеді. Маңдайымнан иіскеп құшақтап жылап алғаны ғана есімде. Кейін ес білгенде білдім. Ол күн менің әкеммен қоштасқан күнім екен. Мен ойнап жүрген сәтте үйде адамдар әкемнің жаназасына жиналып, қара жамылып отырған екен. Менің алдымда үлкен әпкем болды. Егіздер де ол әпкелерім. Ол егіз әпкелерімді әжем өз қолына алды. Ал мені нағашы әжемнің қолына тастап, анам үлкен қалаға жұмысқа кетті. 3 жыл сыртқа жұмысқа жасап жүріп, үлкен келіп кетіп жүрді. Сол кезде анамның мойны көгеріп сасус болатын. Тағы да балалықпен ештеңе түсін. Қалада анамның сүйіктісі бар екен. Өзінен 7 жас кіші. Анам ол еркекке өлердей ғашық. Мен әжемнің қарауында болдым, бірақ сол көшенің балалары тентек болды. Олармен қосылып ойнап жүргенде ескі қораға кіргізіп үстіме жатып алып кішкентай бір жерін үйкеледі. Ол балада ол кезде 12-де, менің жасым 7-де, бірақ ол үлкендерге де үлкен бала болып есептелетін. Ешкімге айтпа, айтсаң сені бәрі мазақтайды. Сосын сені ойынға қоспайды деп мені алдайды. Сонан сеніп мен ешкімге айтпай жүрдім. Нағашы әжем айтып отырушы еді. Ұлдармен ойнама, қыздармен ғана ойна. Ұл балаларға жолама, біздің тығып алады. Олардың қорқуға болады, олармен ойнауға болмайды деп ылғи айтып отыратын. Әжемнің сөзінен кейін ұлдарға жоламауға тырысып жүрсем де әйтеуір ойнап кететін едік. Түскі уақытта ойын үшін қашып шығушы едім. Өзім қатарлы, одан 2-3 жас үлкен қыздарды да бар. Бәріміз тығылыспақ ойнаймыз деп үйден шыққанда әлгі көрші ұлдардың бізді аңдып тұрады. Солай ойнап кетеміз ғой. Бірақ әлгі ұл үнемі қасымда жүріп, қораға тығылайық деп мені қолымнан жетектеп ескі қораға кіргізіп, ылғи артымнан қалмай жүретін. Әжем айтып беремін деп ол жігіттен қашатынмын. Солай жасым 8-ге келгенде анам мені қалаға өзімен тұруға әкетті. Нағашы әжем бергісі келмейді. Менің кеткім келіп, анам мен өгей әкенің қолында тұрдым. Егіз әпкелерімді әжем мүлдем бермеді. Көп ұзамай егіз әпкелерім мен әжем Таразға көшіп кетті. Ал мен Алматыда анаммен тұрдым. Өгей әкем мені керемет жақсы көретіндей түр жасап, ас үстіме түсіп жүрді. Жасым небәрі 8-де ғой. Алғашқы күннен бастап өгей әкем түнде ұйықтап жатса, денемді сипалап, 2 қолымен түрлі қимылдар жасайтынды бастады. Кейде ойлайтынмын, сиып қойды деп иіскеп жүрген болар деген шығар деп ұялып кететінмін. Бір күні шыдай алмай анам барлығымыз шай ішіп отырғанда, мама мына аға түн ішінде менің трусиімді ұстады деп айтып салдым. Анам шошып қарады, бірақ сонда да сол сөзім үшін таяқ жедім. Өгей әкем ешқандай нәрсені мойнына алмады. Егер маған сенбесең, үйден кетемін деп анамды қорқытты. Әлгінде айттым ғой, анам ол еркекке ессіз ғашық. Сол кезде анамды жек көріп кеттім. Ауылға қайтамын, әжеме айтамын бәрін. Айтып беремін сендерді деп қатты жылағаным есімде. Анам жүкті екен, соның баласын бағу үшін мені қасына алған екен. Әйтпесе мені қызы ретінде жақсы көргенін көрмеппін. Анам жүктілікке токсикоз болып аурухана жиі жатып жүрді. Мен сондай кезде аш болатынмын. Өгей әкем маған әдейі тамақ бермейтін. Ол маған ылғи жаманшылық көрсететін. Тамақ ішу үшін өгей әкем анам жоқта түрлі қылықтар жасап, мені жәбірлейтін. Анаң айтсаң өлтіремін деп қорқытатын. Кей кезде сол нәрсені қазір неге айтпадым деп өкінемін. Айтсаң айт, мамаң сені ұрады, мен кетіп қала саламын. Мені ойлай, қорқытпа, сенің анаң маған ештеңе істей алмайды деп мені солай басып тастайтын. Солай мені жиі қорқыта бастайтын. Міне
Солай мені бірнеше рет зорлағысы келді. Жылап жүріп әжеме айтып беремін деп талай рет қаштым. Әжем келсе жылап айтсам да анам мені ұрып соғатын. Ойын баласы өтірік ойдан шығарып жүр деген секілді өгей әкемді ақтап, мені даттап, маған ешкім сенбейтін. Өгей әкемнің көтімен арпалысып бой жете бастадым. 13 жастағы қыз едім. Қос анарымның енді ғана бір жарып толқысып шыққан уақыты. Кішкентай інім бар, көбіне соны бағатынмын. Өгей әкем анамды жұмысқа тұрғызды. Оның себебі менімен айналысу еді. Мен сол үшін үйде көп болмауға тырысамын. Таңертең мектепке барсам, қосымша киімді сумкаға салып шығып, көшеге кезіп жүретінмін. Сұраса қосымша сабақ деп сылтауды айтып дайындап қоятынмын. Жаздық демалысқа шықтым. Егіз әпкелер мектепті бітірген бойда тұрмысқа шығып кетті. Өйткені оларды ешкім оқуға түсірмеді. Бәріне кінәлі нәпсі құмар анамның кесірі. Анам біздерді өз қолына алып тұрмысқа шықпағанда біздер осылай азап шекпес едік қой. Өгей әкем маған омырауың жаңа піскен алма сияқты, бір кейін ақша беремін деп жалынуды шығарды. Мен қорқып, кет жолама, тиіссең үстіңнен арыз жазамын, тиісті деп мектепте мұғаліміме айтатын боламын деп ол сорлыны қасыма жолатпауға тырысып жүрдім. Бұл нәрсені апайымыз қыздарға жеке жиналыс жасағанда айтып еді. Содан кейін осылай қорғанып жүрдім. Соның өзінде өгей әкем неше түрлі махаббат сөздерді болмаса, аузына келген ыңғайсыз сөздерді айтатын. Оның көп айтқаны, маған ақша берсе, ертең сол көтің сасып қалады. Өлсең құмырсқа жеп кетеді. Қазір қызығын көріп қалды деп мысқылдап күлетін еді. Түрлі ауыр сөздерді естуге мәжбүр болдық. Жаздық каникулға шығып ауылға қарай қашып кеттім. Анам түгімді қоймай үрсіп жатты. Тыңдамадым. Бар ойым егіз әпкелерімнен пана сұрау. Бала кезден арпалысқан бекен біздерде бірден араласу қиын болды. Әпкелерім тұрмысқа шығып азып кеткен, балалы болған. Барғанда аса жақтырмады. Бірақ жездем жақсы қарсы алды. 2 күннен соң жездемнің қолы сумаң етіп төменгі жағымды сипалай өтті. Мән бермегендей болдым. Абайсы тиіп кеткен шығар. Жүр магазинге барасың ба, шоколад алып беремін деп әзілін қалжыңмен. Мені ойымда ештеңе жоқ, еріп бардым. Кеш қарайып кеткен сәт, қуыс көшелермен жүріп келеміз. Бір кезде қолымнан ұстап өзінің төменгі жағын салып жібергенде шошып кеттім. Маған ұнайсың деп күштеп мойнымнан сүйеп алды. Асығыс ішкемнен шыққысы келді. Оған мен шыңғырып аузыңды жап демдеп босата салды. Әпкем мені көрді. Кет үйден, енді келуші болма, анам сияқты сендер желіпсің деді. Өмірдегі ең өкінішім осындай жазықсыз жаладан естіген сөзім еді. Екінші әпкеме бардым, ол жерде 1 ай тұрдым. Оның да күйеуі тиісе бастады. Ақырын сөзбен құлағыма сені сүйемін деп сыбырлап мені өзіне қаратқысы келді. Өйткені ол үйге барғанда мойнымда сосыс болған. Соны көрген жігіттің салған белгіні мен де сала аламын. Көргің келе ме менікін деп ашықтан ашық айтты. Осы сөзінен соң ол үйден кеттім. Анам мені айғаймен күтіп алды. Ал қаншық қаңқып, ешкімге симей келдің бе деп шашымнан бір сүйреп ұра жөнелді. Өгей әкем маған болысқандай, анам екеуміздің арамызға түсіп құтқарғандай болды. Осылай ешкімге симастан өгей әкем мен шешемнің қасынан бірақ шықтым. Өгей әкем сыртымнан мысқылдап күліп қарсы алды. Менен басқа ешкімге симайсың деп анам ұрып салғаны есімде. Қаншалықты өмірімді өзгерткім келгенін өмірімді өзгерте алмай күн кешудемін. Бұлардан қашсам қайда барам? Кімге барып бас сауғалаймын? Ендігі өмірім қалай болмақ? Өгей әкенің қорлығын көріп осылай өмір бақи жүре беремін бе? Жақсы жігіт жолықтырып, соған тұрмысқа шығып кеткен артық еді. Бітірген оқуым да жоқ, білімім де жоқ. Өмірімдегі үлкен қателігім осы болды.